Бүгін Біріккен Араб Әмірлігінің астанасы Абу-Даби қаласында 7-ші бүкіләлемдік болашақ энергиясы саммиті басталды. Аталмыш шара жыл сайын Абу-Даби Әмірлігінің тақ мұрагері Мухаммед бин Заид Әл-Нахаяның қамқорлығымен өтеді. Саммитпен қатар алаңда ауқымды көрме өтіп жатыр. Қазақстан үшін құрылған жеке павильонда еліміз заманауи технологиялардың жемісті үлгісі Экспо 2017 мен жаңа Астана жобасын ұсынып отыр. Мысалы, мына видеолардың біріне қол ұшын тигізу арқылы болашақ энергиясын жақтаушы екеніңізді мәлімдей аласыз. Кейін тіпті бейне Экспоның сайтына жіберіліп, қатысушының жеке поштасына суреттер түседі. Ал мына iPad-тан жасалған қабырға арқылы көрермен Қазақстан жайлы ақпарат алады. Тек етсең, еліміз жайлы ақпарат тарататын iPad қабырға Сочи Олимпиадасында да таныстырылады. So, do you have any solar energy projects? Yeah, we have the solar and we have a lot of projects. Бүгін Қазақстан жаңғырмалы қуат көздері халықаралық агенттігінің мүшесі атанды. ИРН агенттігімен ортақ жұмыс елдегі Экспо көрмесіне сапалы әзірлік үшін керек. Бұл елге инвесторлар тартудың да бірден бір жолы, деді біздің арнаға берген сұхбатында қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мамандары. Аталмыш агенттікке мүше болу арқылы Қазақстан қолдағы сараптық қорын іске қоса алады. Өткен жылы ИРН агенттігіне 32 ел мүше болса, қазір көрсеткіш 100 елге жеткен. Будет изучен потенциал возобновляемых источников энергии в Казахстане. Еліміздегі жаңартылған энергия көздерінің әлеуеті зерттеледі. Тексеру қорытындылары аталмыш агенттік базасында жарық көрмек. Осы арқылы инвесторлар Қазақстанды да инвестиция көзі ретінде қарастырады. Ал Әмірлік астанасындағы саммиттің ресми ашылуынан кейінгі көрмеде ең алғаш Африка елінің энергетикалық мүмкіндіктері таразға салынды. Мұны сарапшылар аталмыш елдегі демократияның дамуымен байланыстырып отыр. Демек, Африка елінің энергетикалық нарығы инвесторлар арасында сұранысқа ие. Дегенмен әлеуеті күшті инвесторлар әлі бір шешімге келген жоқ. Бұл кезде ірі компаниялар ортақ жобаларды қолға алып үлгерді. Осылайша Арабтың Маздар компаниясы француздың Total мен Испанияның Abengoasымен бірігіп, күн энергиясына құрылған электростанция құрылысының орнын белгіледі.